Петропавлда тәртіп сақшылары 40 килограмм гашиш есірткі затын тасымалдаған Тәжікстан елінің азаматын ұстады. Бұл жыл басынан бергі солтүстік Қазақстан облысының аумағында тәркіленген әсері күшті ең ірі көлемдегі есірткі партиясы болып отыр. Петропавл қаласында солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері ішкі істер министрлігіндегі әріптестермен бірлесіп есірткі тасымалдады деген күдікпен Тәжікстан Республикасының 52 жастағы азаматын қала орталығында такси қызметінде жалдап келе жатқан кезінде ұстаған. Аталған азамат ұсталып, Петропавл қаласының ішкі істер басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Осыған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жалпы осы 39 килограмм есірткінің қара базардағы құны 120 мың ақш долларына бағаланып отыр. Мұндай нәтиже Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі есірткі бизнесіне қарсы күрес департаменті мен солтүстік қазақстандық тәртіп сақшыларының бірлесе жүргізген жұмысының қорытындысы. Полицейлер тәркіленген есірткі затының Ресей Федерациясына өткізілуі мүмкін болғандығын жоққа шығармайды. Я ехал на такси, по дороге остановили такси и задержали меня. За что задержали? В такси было 2 сумки. В сумках находилось гашиш. Откуда вы этот гашиш? Это меня попросили передать. Об этом расскажите. Сожалею, конечно. Неправильно делал. Нельзя было так. Қазіргі уақытта күдікті қалалық ішкі істер басқармасының уақытша ұстау изоляторында қамауда. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысында заңсыз айналымнан 318 килограммнан астам түрлі есірткі заттары шығарылған.